Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұр Ерғалиқызы. Бүгін нәзік вафли пісіретін боламыз. Ол үшін бөлме температурасындағы 200 грамм сары майымызды алып, жұмсақ болып тұрған кезде миксерлейміз. Үстіне 200 грамм қант қосып, тағы да миксерлеп аламыз. 4 жұмыртқамызды бірінен соң бірін жарып, барлығы қою болғанша, бір тегіс болғанша миксерлеп шығамыз. Және де үстіне осылай електен өткізілген ұнымызды салып, қою масса болғанша осылай миксерлей береміз. Және де бір айта кететін нәрсе, менде шамал ұнымды азырақ қылдым, себебі ұным көп болса вафли қатты болып шығады. Ал мен қатты емес, жұмсағырақ вафли керек болғандықтан 200 граммға жетер-жетпес ұн салдым. Осылай қызып тұрған вафлицамызға бір қасықтан ас қасықпенен салып шығамыз. Және де 1,5 минуттай пісіп шығады. Әрқайсыларыңыздың вафлицаларыңыздың температурасына қараңыздар бірақта. Және де осылай трубочка формасында орап шығамыз. Барлық керек заттар мұнда көрсетілген. Ең қажетті дүние ол әрине вафельница. Менің массам сұйықтау болғандықтан менің вафлилерім жұмсақтау болады. Сіздер ұнды көбірек қосып, қатты вафли пісірулеріңізге болады. Осындай өл-пөлде қолға үзіліп қалатындай, ауызда ерейтіндей әдемі вафлиді менімен бірге пісіріңіздер.